Луврдағы ұрлықты естіген шығарсыз. Оны сәнді киінген инспектор тергеп жатыр дейді. Ол жігіт кім екен? Талдап көрейік. Фотода бірнеше полиция мен қалпағы бар ер адам бейнеленген. Кей қолданушылар оны Луврдан ұрланған зергерлік бұйымдарды тергеп жатқан полиция инспекторы деп жазған. Сурет мыңдаған қаралым жинап тез тарады. Алайда бұл ақпарат шындыққа жанаспайды. Фотосуретті мына агенттіктің фотографы Табо Камен түсірген. Ол суретке түсіндірме ретінде Луврдағы ұрлықтан кейінгі полицейлер мұражай кіреберісін жауып тұр деп жазған. Яғни суреттегі қалпақ киген жігіт жай ғана жолай өтіп бара жатқан адам. Камен кейін New York Times газетіне берген сұхбатында мен ол адамды танымаймын, ол француз ба, турист пе білмеймін, бірақ ескі үлгідегі киіммен ерекше көзге түсті деп айтқан. Бұл жігіт шын мәнінде ұрлық ісін тергеп жатқан инспектор емес, сәнді киінген кездейсоқ жолаушы ғана екен. Бізге жазылып, лүпіл басуды ұмытпаңыз.